90 сантиметр бұл стандартты подоконник. Бұрын подоконниктердің биіктігінің барлығы 90 сантиметр болатын. Қазір енді заманауи үйлер соғылып жатыр. Терезелердің көлемдері әртүрлі болады. Сондықтан подоконниктің биіктіктері де әртүрлі болып жатыр. Егер подоконниктеріңіз биіктіктері 90 сантиметр болатын болса, осы стандартты батареяларды қоясыздар. Бұлар 60 сантиметр, ал труба мен трубаның ортасы 50 сантиметр. Ал мына жерде дизайн проектіде бізде подоконниктің биіктігі 60 сантиметр болып берілген. Бұған да шешім бар. Бұған сіздер 40 сантиметрлік батареяларды қоясыздар. Труба мен трубаның арасының размері 35 сантиметр. Ал мына кіреберіс есіктің екі жанындағы терезелерінде подоконниктің биіктігі 50 сантиметр. Оған біздер 35 сантиметрлік батареяларды қоямыз. Труба мен трубаның арасы 30 сантиметр. Егер сіздер подоконникті бұдан да төмен түсіргілеріңіз келсе, ол да проблема емес. Мына сияқты 25 сантиметрлік кішкентай батареялар бар. Бұл жақта труба мен трубаның арасы 20 сантиметр. Ал енді терезенің мүлдем еденнен басталғанын қаласаңыздар, осындай үлкен витражды. Онда Сали дүкенде осы терезелердің алдына арнайы конвекторлы радиаторлар бар. Құрметті оқырмандар, үй соққан кезде подоконниктердің биіктігі мен терезелердің көлемі үшін еш уайымдамасаңыздар болады. Ең бастысы жылу жүйесі дұрыс жасалынса болғаны.